оқушылар, бізге мындай есеп берілді. Егер де белгісіз элементті тап десе, және оның валенттігі белгілі болса, осындай реакция теңдеуін жазу арқылы шығарамыз. Есептің шартын жазып алайық. Берілгені 9,6 грамм эквивалентті белгісіз металл. Онда масса металлды М еденде, масса металл 9,6 грамм. Осы металл хлор ұнтағымен жаққанда 19 грамм тұз түзілді. Масса тұз деп жаза салайын. Тұз бізде 19 грамм. Табу керек, қандай металл хлорда жанған. Металл сұрақ. Химиялық теңдеу жазып алайық. Және біздің белгісіз металлымызға хлорды қосамыз, нәтижесінде бізде жанады. Сонда бізде металл хлор 2 түзіледі. Себебі бізде белгісіз металлымыз эквивалентті. Мынау бізде металлымыз эквивалентті, хлор бізде бір валентті. Нәтижесінде металл хлор 2 түзілді. Ары қарай теңдеу теңестіру керек бізде. Алынған металл бір атом, өнімде бір атом, хлор бізде 2, хлор бізде 2. Сонымен бізде теңдеуіміз теңесті. Не берілді? Металлымыз біздің 9,6 грамм. Берілген масса болсын, көлем болсын, оның бәрін химиялық теңдеу теңестіріп алғаннан кейін жоғары жағына жазамыз. 9,6 грамм. Хлордың бізге массасы берілмеген, бізге берілген енді масса тұз 19 грамм. Тұз деп тұрған мынау металл хлориді 19 грамм. Металл хлориді 19 грамм болды. Енді бізге хлорды мүлдем сұрамағанда, бермегенде оны вообще жазбаймыз. Енді қарайық, біздің металлымыз 1 моль зат мөлшері. Алдында 1 деген сан көрінбей тұр. Металл хлоридтің алдында да бізде сан жоқ болса, 1 моль деген сөз. Енді бізде 9,6 грамм болса, бізге оның астына сәйкесінше молярлық масса табу керекпіз. Бірақ та бұл біз оны білмейміз қандай металл екен, сосын біз оны X деп аламыз. Келесі металл хлор 2, бұның да бізге молярлық массасын табу керек. Бұны тағы білмейміз. Онда металлды біз жағына X деп аламыз. Осыған қосамыз хлор 2. Бір хлор атомының массасы 35,5, көбейту мінекейге 71 шығады. Бұл осылай қалады. Енді осы бойынша бізге пропорция құру арқылы белгісіз элементті табамыз, металл табамыз. Пропорция құрамыз. Теңдеудің үстінде бізде 9,6 грамм белгісіз металл бар екен. Пропорцияның сызғышқасын қоямыз. Ары қарай бізде 19 грамм металл хлор 2. 9,6 граммның астында бізде 1 мольді алмаймыз. Естерінде болса, біз тек қана астындағы X грамм мольді алу керекпіз. Пропорция сызығын қоямыз. Келесі 19 граммның астында бізде X қосылған 71. Болды, бізге осы теңдеуді шешу керек. Осыдан X табу үшін тірес әдісімен шығарамыз. Яғни мына X табу үшін 9,6-ны көбейтеміз X қосылған 71-ге, одан кейін оның қарамағында тұрған 19-ға бөлу қажет. 9,6 граммды көбейтемін X қосылған 71-ге. Көбейту бар. Көбейттім, енді оны 19-ға бөлемін. Мұнау енді бізде не болды? Математикалық шешу керек, математикалық жолмен. Сол үшін бізге мына тұрған астындағы бөлшектен құтылу үшін, онда X-тің астында біз 1 деген сан бар деп есептейміз. Математикалық жолмен шешеміз ғой. Онда мына 1-ді біз көбейтеміз мына бөлшектің үстіндегісіне, ал 19-ды көбейтеміз X-ке. Нәтижесінде біз мына тұрған бөлшектің астындағы бөлімдерден құтыламыз. 19 көбейтілген X ол бізде 19X тең болады. 9,6 көбейтілген X, онда бізде 9,6X. Қосамыз, не тұр? Қосу тұр, 71-ді көбейтемін 9,6-ға. 71 көбейту 9,6. Нәтижесінде 681 бүтін 10,6 дейді. Болды, енді осыны шешеміз. Мына астындағы бөлімдерден біз уже құтылып алдық. Енді қайтеміз? X-тарды бір жағына, жай сандарды бір жағына шығарамыз.
19х қалсын теңдіктің міне сол жағында. Мына 9-да 6х ол теңдіктің бізде оң жағында. Біз оны сол жағына ауыстырған кезде теріс таңбамен ауыстырамыз. Міне теріс таңбаның алдына қойдық х-тің. Ал мына сан бізде өзі теңдіктің оң жағында тұр, онда 10 таңбасымен қоя салады. Енді 19х-тан аламыз 9-да 6х-ті. Нәтижесінде бізде болады 9,4х қалады. Ол тең болады 681-де 6. Ал х-ті табу үшін не істейміз? 681-де 6-ны бөлеміз 9,4-ге. 681-де 6 бөлінген 9,4 тең болады бізде 72,5. Белгісіз біздің болды? Ана тұрған металымыз, 72,5 грамм моль. Енді бұның атомдық массасы 78 немесе 73 болатын элементті тауып аламыз кестеден. Темір ол бізде 56 екен. Так, 72,5 деген бізде мына жерде 4-ші топ элементі германий екен. Германий. Онда бізде түзілген тұзымыз германий хлор 2. Не болмаса, белгісіз эквивалентті біздің металымыз осы германий болады. 72,5. Осыған ұқсас есептерді шығарсаңдар болады.